Ертеде бір мейірімді ешкі ана болыпты. Оның 7 сүйкімді лағы бар екен. Олар ағаштан салынған жылыда жайлы үйде өмір сүріпті. Бір күні ешкі ана орманға азық алып келу үшін жолға жиналады. Ол есіктің алдына келіп лақтарына былай дейді: балаларым, мен қайтып келгенше есікті ешкімге ашпаңдар. Қасқырдан сақ болыңдар. Лақтар аналарына қол бұлғап: жарайды, анашым, біз сені күтеміз, деп қалады. Ешкі ана кеткен соң көп ұзамай үйдің есігі қатты қағылады. Бұл айлакер қасқыр еді. Ашыңдар, балаларым, мен сендердің аналарыңмын, деп жуан дауыспен сөйлейді ол. Лақтар тыңдап көріп бірден күмәнданады. Жоқ, біздің анамыздың дауысы жұмсақ әрі жылы, дейді олар. Қасқыр ашуланып орманға кетіп қалады. Ол бор тауып алып дауысын жұмсарту үшін бор жеп алады. Сәлден соң қасқыр қайта келеді. Бұл жолы дауысы тәтті естіледі. Лақтар есікке жақындап келсе, анасының дауысы екен. Бұл жолы лақтар алданып қалады. Есік ашылады. Алдында қорқынышты қасқыр. Лақтар жан-жаққа қаша жөнеледі. Бірі үстелдің астына, бірі төсекке, бірі шкафқа тығылады. Ал ең кішкентай лақ үлкен қабырға сағатының ішіне кіріп кетеді. Қасқыр 6 лақты ұстап алады да оларды жұтып жібереді. Ал сағаттың ішінде тығылған кішкентай лақты көрмей қалады. Кешке қарай ешкі ана үйіне оралады. Есіктің ашық тұрғанын көріп, жүрегі зырқ ете қалады. Үй іші астан-кестен. Тек бір ғана кішкентай лақ жылап сағаттан шығады. Ол бәрін анасына айтып береді. Ешкі ана балаларын құтқаруға бел байлайды. Түнде ешкі ана қасқырдың үйін тауып алады. Қасқыр қарны томпайып, қорылдап ұйықтап жатыр екен. Ешкі ана қайшымен қасқырдың ішін абайлап кеседі. Сол сәтте 6 лақ бірінен соң бірі тірі шығып келеді. Ешкі ана қасқырдың ішіне ауыр тастар салып қайта тігіп қояды. Таң атқанда қасқыр оянып шөлдеп өзенге барады. Ауыр тастардың салмағынан ол суға батып кетеді. Ал ешкі ана мен 7 лақ қайтадан бақытты өмір сүре бастайды. Есікті мықтап жауып, бір-бірін ешқашан жалғыз қалдырмайтын болып уәделеседі.